Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай котлет жасаймыз духовкада. Ең бірінші бізге осылай картошканы үккіштен өткізіп алуымыз керек. Оған қосамыз етімізді, фаршымызды. Пияз қосамыз. Маған осындай зелень қосқан ұнайды, өздеріңіздің қалауыңызша қоссаңыздар болады, қоспа қойсаңыздар да болады. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Өзіңіз ұнайтын приправаларды қосасыз. Тұз міндетті түрде. Осы ингредиенттерді жақсылап араластырып, жақсылап араласқаннан кейін противинді жақсылап майлап аласыз. Одан кейін осындай форма жасайсыз. Қолыңызды суға малып алсаңыз, қолыңызға фарш жабыспайды. Не осындай әдемі шығады. Алдын ала қызып тұрған духовкаңызға 200 градусқа қойып, 20-30 минут аралығында пісіріп аласыз, духовкаңызға байланысты. Дәмі өте керемет және жұмсақ болып шығады.